Қазақ халқы құмырсқаға құрметпен қарайтын болғандықтан оны жөнсіз өлтіруге болмайды деп санайды. Себебі құмырсқа діни аңыздарда Нұх пайғамбардың кемесіне азық тасуға жәрдемдескен екен. Нұх пайғамбар кеме жасап болған соң Тәңірден: "Уа Тәңірім, мынандай алып кемеге мұншалықты көп азықты қалай жинайым?" деп сұрайды. Жаппар хақ: "Қам жеме, кемең ертең азыққа толады" дейді. Ертесіне құмырсқалар аузына бір дәннен тістеп кемеге астық тасиды. Нұх оларға риза болғандықтан құмырсқа кемеге бірінші болып кіреді. Жүсіп пайғамбар 8 жыл зынданда жатқанда аштан өлу қаупі туады. Сонда Алланың әмірімен құмырсқалар азық тасып, Жүсіпті асырайды. Жүсіп пайғамбар оларға риза болып: "Илеуің бұзылмасын, ешкім саған жәбір көрсетпесін" деп бата беріпті. Содан бастап қазақ арасында құмырсқаның илеуін бұзуға болмайды деген ырым қалыпты деседі.